Ассалаумағалейкум. Бүгін осындай балғын қой сойылды. Осы қойлардың қабырғасынан, етінен әдемілеп қуырдақ жасайтын боламыз. Енді сойылған қойдың қабырғасынан жасалған қуырдақ өте дәмді болады, және еттерінде аса қатты жаңағыдай ұсақтап турамаңыздар. Одан кейін пияз бен картопты турап аламыз. Пияз қанша көп болса, соншалықты қуырдақтарыңыз дәмді болады. Картопты өз еркілеріңізше, бірақ тым қатты майдалап турап жібермеу керек, әйтпесе ішінде езіліп кетуі мүмкін. Қазанымызға азып сұйық май құямыз. Сұйық майдың орнына құйрық майды пайдалансаңыздар өте дәмді, одан да жақсы болады. Және етті салған кезде бірден шашырап кетпеу үшін тұз сеуіп алдым. Мына етті саламыз. Ет тұздалмаған, сондықтан да тұзды көбірек сала бердім. Қазір осы майдың өзіне жақсылап қуырылады. Қуырылғанына кішкене бір 5-10 минутта бетін жауып қоямыз орташа отта. Сосын алып тұз және зіре салып жіберсеңіздер, хош иісті дәмді болып шығады. Осынша зіре салдым, тұзды да тағы қосымша салдым, етіне жақсы сіңсін деп. Енді қуыруды бастаймыз. Қызарып қуырғанша бетін жауып қоямыз. Бір 3-4 минуттан кейін өзі байқасаңыздар, қараңыздар, шеттері қызарыңқырап тұр. Енді осының үстіне пиязды қосамыз. Пиязды қосып, жақсылап араластырып, толықтай қақпағын жауып, 10 минутқа баяу отқа қалдырамыз. Баяу отқа қалдырған кезде еті осылай кішкене жұмсарып шығады, және пиязыңыздың да сөлі шығып, тек қана май қалады. Сол кезде осы жаңағы картопты қосып араластырып қуырамыз. 3-4 минутта қатты отта қуырғанда картоптар кішкене қызарады. Қызанақ қосып жіберсеңіз болады, томат пастасын қосып жіберсеңіз болады, өз еркіңізде. Бірақ мен ештеңе қосқан жоқпын, тек тұз бен зіре ғана болды. Енді қарасаңыздар, міне картоптар қызарды. Аздап жарты пияладай су құйып жібереміз де, оттың астын төмен қойып, бір жарты сағат 40 минутқа қалдырамыз. Ет өте тез піседі, жаңағыда енді сойылғаннан кейін өте тез піседі. Қараңыздар, бізде толықтай пісті. Кішкене картоптарын көрдіңіздер ме? Менікі кішкене езіліп кетті. Бұдан да үлкен етіп турасаңыздар, ондай қатты езіле қоймайды. Міне осылай тез қуырдақты дайындап алдық. Өте тойымды ас. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.